опять отсюда. Ал апа мен прямой эфирде отырмын, қазір подписчиктерім сұрап жатыр, шарға келіп, Аружан, сен ауылдағыдай таңғы 5-те тұрып жүрсің ба деп сұрақ қойып жатыр, соған мен жауап берейін. Мен өзі отырып, таңғы 5-те тұрамын. Барлық таңертең завтракқа каша жасаймын. Таңертең завтракқа каша, короче, андай шведский стол жасаймын, да? Да. Неге өтірік па? Шведский стол жасаймын, андай краб, короче, Вьетнамнан алып келгенмін, краб, рак, короче, таңертең Вьетнамнан алып келгенмін, соның бәрін бүйтіп қуырып пісіріп қоямын. Сосын жұмысқа жүгіріп барып келемін да, обедке, короче, первый, второй обязательно. Ушенька. Котлета жасаймын, сосын суп. Апалар бірінші суп ішеді, потом котлета жейді, потом мен едім. Манты. Я манты жасаймын. Пицца. Негізінде бұның бәрі өтірік болғандай ба? Мен мұнда қалаға келіп еркелеп жүрмін, сағат 9-10-да бірақ тұрамын. Сол сіздің көзқарасыңыз қандай, келін 9-10-да тұрып жұмысқа кетіп қалып? Көзқарасы бұл жерде негативный болмай керек та, себебі шар. Айда еш башқаша болады. Айдағылар ерте тұрады. Сұраз жасыңар. Біздің уағын үшін ұйқысы келеді да. Ұйықтап қалады керек. Кейін өзінің возрастына келгенде ерте тұрып, соларды іште көп қаласыңар. Қыздар, сізге де осындай ата-ене бұйырсын де. Подписчиктен сәлем. Салам. Кімді больше жақсы көресің? Мені ма, Аргенді ма? Екеуін тең. Жоқ, кімді больше? Бір ғана бар. Аружанды. Айым, күнім, ботам. Менің құсым, әңнің бір мүттан. Ладно. Апа мен больше сөйіп көрдім ба? Так что мен авторитетім. Апа, сіз кімді больше?